Саламатсыздар ма көрермендер? Осы видеоны ақырына дейін көріңіздер, сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Көп адамның сұрайтыны кәдімгі простой протезбен гибкий протездің, яғни жұмсақ протез дейді көбісі. Екеуінің айырмашылығы қандай деп сұрап жатады. Біріншіден, жаңағындай простой протез ол кәдімгі пластмассадан істелінеді, полностью пластмассадан істелінеді. Ол жаңағындай жерге түсіп кетсе сынып қалады, оқыс істеп қалсаңыз сынып қалады, жұқалықтан да астыңғы жағы көп сынып жатады. Ал енді гибкий протез, жаңағы жұмсақ протез деп отыр қой. Ол қалай жасалынады? Ол жартылай пластмассадан істелінеді, жартылай как резинка сияқтыдан орта жағы сөйтіп істелінеді. Өйткені оның айырмашылығы былай майыстырған кезде кішкене майысады ол. Сосын жерге түсіп кетсе, қатты жерге, капельге или жуыватырып жаңағыда қатты бүйтіп басып жіберсеңіз, ол оңайлықпен сынбайды. Простой протезбен жаңағы жұмсақ протездің айырмашылығы сол. Жаңағы басында айтып өткендей, простой протездің полностью жаңағындай пластмасспен істелінетіні. Ол жаңағындай түсіп кетсе сынып қалады. Жуыватырып, оқыс қатты қышып берсеңіз сынып қалады. Екеуінің айырмашылығы сол. Бір айта кететінім, жаңағы жұмсақ протездің несі как резинка сияқты бүйтіп қысып тұрады ол. Сонысы жақсы, сынып кетпейтіні жақсы. Сол екеуінің айырмашылығы. Ал былай оның ешқандай бір айырмашылығы жоқ. Ол қалай айтсам болады сіздерге? Жаңағы жұмсақ протез, ол полный ауыз қуысында пациенттің тісі болмайтын болса, егер ол жұмсақ протез, оған ондай тісі жоқ ауыз қуысқа салуға болмайды. Ол жартылай тістері болу керек ол пациенттің. Былай мына жағы, болмаса мына жағында 2-3 тістерден болу керек. Ол сонда ғана тұрады, өйткені ол жаңа айтып өткендей, как резинка сияқты қысып ұстап тұрады. Ал тек алдыңғы жағында кемінде 6 тіс болу керек. Ол сол кезде ғана ұстайды. А так, былай полный тісі жоқ болса, ол ұстамайды. Оған тек жаңағындай простой протез бен вакуумный протез ғана салдырасыздар. Оның айырмашылығы сол, достар. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, ағайын туыстарыңызбен. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.